Бақара сүресі туралы хадистер. Бәрі ибн әл-Азиб, Алла оған разы болсын, былай деді: Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм Мәдинаға келгенде алдымен ансардың үлкендері жанына келді. Ол кездері намаздарын 16-17 ай бойы Бәйтүл Мақдиске, Құдыс мешітіне қарап оқитын еді. Дегенмен Құбыланың Қағбаға қарай болуын іштей армандайтын. Қағбаға бағытталып оқылған алғашқы намаз мазды Расулалла мен саллаллаху ғалейхи уә сәлләм бірге сахабалардың бір тобы оқыған. Осы топтан бір кісі намазы біткен соң жолай басқа бір мешітке соғады. Жамағат намазда рүку жасап тұрған еді. Сол кезде әлгі кісі: ант етейін, жаңа ғана Алла елшісімен саллаллаху ғалейхи уә сәлләм Қағбаға бет бұрып намаз оқыдық деді. Жамағат тұрған жерлерінен Қағбаға бет бұрып намаздарын жалғастырды. Яһудилерге ұнайтын. Ал жүздерін Қағбаға бұрған сәттен бастап мұсылмандардың Бәйтул Мақдиске жүз бұрып намаз оқулары яһудилер бұған наразы бола бастады. Артынша көп ұзамай мына аят түсірілді: уа Мұхаммед, расында сенің уахидің келуін күтіп жүзінді қайта-қайта көкке қарата бергеніңді көрудеміз. Яһудилер болса осы уақытқа дейінгі құбылаларын неге ауыстырды деп есепке тарата бастады. Сонда оларға шығыста, батыста Аллаға тән. Алла қалағанын тура жолға салат деген аят түсірілді. Түсіндірме. Алла елшісі саллаллаху ғалейхи уә сәлләм Мәдинаға келген кезде яһудилердің кейбір мәселелерде әдеп, атаулы күндерді, өзіндік ұстанымдары бар екенін көрді. Тіпті шаш үлгісіне дейін мүшриктерге ұқсамайтын. Бұл әрекеттері әхіл кітаптың тура жолды білмесе де бір жаратушыға, белгілі бір қағидаларға, қасиетті кітаптарға, ақыретке тағы сол сияқты нәрселерге деген сенімдерінің болғандығының көрсеткіші. Ұстанған жолдары, құрылымдары белгілі бір уахилерге сүйенген болуы мүмкін. Сондай-ақ қасиетті кітаптарында жаңа пайғамбардың келетіні жайлы сүйіншілер айтылған болатын. Демек, яһудилер де жаңа пайғамбардың келуін күткен. Сондықтан Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм олардың исламды қабылдап, мұсылман болатындықтарына сенім артқан еді. Алайда олар исламға жақындаудың орнына күн сайын алшақтай бастағандарын іс-әрекеттерімен дәлелдей бастады. Бәлкім, олар да алғашында Алла елшісі жайлы іздестіріп, анық-қанығына жетуге ұмтылған болар. Исламның жаңа дін екенін Әзірет Ибрахим, Әзірет Мұса, Әзірет Иса секілді алдыңғы пайғамбарларды ғалейхимуссалам қабылдаумен қоса, қолдарындағы кітап нұсқаларының өзгеріске ұшырағандығын түсінгенін біліп, пайғамбарға деген ынтық көңілдері су сепкендей басылып, қарсылық жасауға кіріскен. Мұсылмандарды келеке қылатын. Мүшриктер мен мұнафықтармен бірігіп, мұсылмандарға қарсы түрлі қитұрқы әрекеттер жасауға, бір-біріне айдап салуға кірісті. Алла елшісі саллаллаху ғалейхи уә сәлләм әхіл кітапқа қарсы ұстаным әрекеттерінде нық берік тұрып, жігерлі жауап қайтарып, киімінен бастап құбыланың бағытының ауысуына дейін көптеген өзгерістер тізбектеліп кете берді. Құбыланың ауысуына байланысты аяттың келуі, айтқымыз келген осы өзгерістердің соңғы нүктесі. Ислам Алла құзырындағы құрметті дін десек, мұсылмандар киім киісімен басқа да қоғамдық әлеуметтік ұйымдармен дара үмбет сенімдері, ғибадаттары, құбыласы, мазарлары ерекшеленген дербес үмбет. Бір жағынан құбыла бағытының өзгерісі жайлы аят осы дербестіктің жария етілуі, әхіл кітаппен бірлестіктен бас тартуының бастамасы. Бұдан кейін Алла елшісі саллаллаху ғалейхи уә сәлләм әр жағдайда олардан бөліктенуді мақсат тұтты. Осыған орай яһудилер былай деді: Расулалла саллаллаху ғалейхи уә саллам бізге қарсылық білдіретіндей мәселеде қалдырмады, біздің әр ісімізге қарсылық білдірді. Алла елшісі саллаллаху ғалейхи уә сәлләм әхіл кітаптың көңілін табу үшін жүзін Бәйтул Мақдиске бұрып намаз оқығандығы Әбу әл-Әлияның бір риуаятында келтірілген. Бәйтул Мақдиске, яғни Иерусалимге бағыттап қанша ай намаз оқылғандығы жайлы риуаяттарда әртүрлі сандар келтірілген. Жоғарыдағы риуаятта 16 немесе 17 ай деген пікір айтылады. 9, 10, 13, 18 ай және 2 жыл деген риуаяттар да бар. Хади Ияз 17 ай деген риуаятты ең сахих деп қабылдаған. Нәуауи болса 16 ай деген деректі қолдаған. Осы екі көзқарас жайлы Ибн Хажар мынадай түсініктеме береді. 16 ай дегендер Расулалланың саллаллаху ғалейхи уә сәлләм Мәдинаға келген айын уахи келген аймен бір деп санаған, келесі күндерді санамаған.
17 ай дегендер болса, осы екі жағдайды бөлек есептеген. Айтқандай, Мәдинаға келуі Рабиғул әуел айында, ал бағыттың өзгеруі 2-ші жылдың Ережеп айының орталарына сәйкес келеді. Аяттағы жүзінді қайта-қайта көкке қарата бергенінді көрудеміз деген сөйлем Алла елшісінің, саллаллаху ғалейхи уә сәлләм, жүзін Қағбаға қаратып құлшылық жасағысы келгенін білдіреді. Өйткені риуаяттарда Мәдина кезінен бастап Құбыланың Иерусалимге емес, Қағбаға өзеруін іштей аңсағаны айтылған. Ибн Аббастың, Алла оған разы болсын, түсіндірмесінде, ардақты пайғамбар, саллаллаху ғалейхи уә сәлләм, Мәдинаға хижрет еткенде жергілікті халықтың көбісі яһуди еді, және Бәйтул Мақдисті өздеріне құбыла тұтқан еді. Алла да Расулына, саллаллаху ғалейхи уә сәлләм, Бәйтул Мақдисті құбыла деп санауды әмір етті. Бұл жағдайға яһудилер қуанды. Осылайша мұсылмандар 17 ай бойы Иерусалимге жүз бұрып ғибадат қылды. Алайда Алла елшісі, саллаллаху ғалейхи уә сәлләм, Әзірет Ибрахим ғалейхиссәләмнің құбыласына бағытталғысы келді. Тілегінің орындалуын сұрап, Раббысына дұға жасап, көкке үмітпен қарайтын. Осы жағдайдан соң аят түсірілді. Мужахид тарапынан келген риуаятта төмендегідей қосымшасы бар. Расулалла, саллаллаху ғалейхи уә сәлләм, құбыланың ауысуын қалаған еді. Өйткені яһудилер, Мұхаммед дінінде бізге қарсы келгенімен біздің құбылаға бағытталады дейтін. Осыдан кейін аят түсірілді. Меккеде Алла елшісінің, саллаллаху ғалейхи уә сәлләм, намаз оқыған бағыты жайлы екі риуаят бар. Ахмад ибн Хамбалдың Муснадте ибн Аббастан келген риуаяты бойынша, Алла елшісі, саллаллаху ғалейхи уә сәлләм, Иерусалимге жүз бұрғанда екі ортаға Қағбаны ала отырып намаз оқитын. Табаранидің ибн Журайжден жеткен хабарында, Алла елшісі, саллаллаху ғалейхи уә сәлләм, алдымен Қағбаға бағыттала намаз оқыды. Кейіннен Меккеде бола тұра Бәйтул Мақдиске бағытталуы керектігі әмір етілді. Осы бағытта 3 қажылық мерзіміне дейін намаз оқыды, кейін хижрет етті. Мәдинаға келген соң 16 ай бойы солай намаз оқыды. Кейін Алла оны Қағбаға бағыттады делінген. Мүслим және Әбу Дәуідтің Әнәстан, Алла оған разы болсын, риуаят етілген басқа бір хадисінде былай делінген. Олар Бәйтул Мақдиске бағыттала таң намазының рүкуғында тұрған мезетте, Бани Сәләмадан бір кісі келді де, құбыла енді Қағбаға ауысты деді. Бұл сөзін 2 рет қайталады. Жамағат рүкуғта тұрған жерлерінен Қағбаға бет бұрды. Түсіндірме. Алдыңғы хадисте құбыланың ауысқаны жайлы аяттың екінті намазы уақытында түскені жайлы айтылса, бұл риуаятта таң намазы уақыты деп айтылады. Ғалымдар мұны былай түсіндіреді. Расулаллаға, саллаллаху ғалейхи уә сәлләм, екінті намазында келген әмір Құбадағыларға, өйткені Құба Мәдинаның сырт жағындағы ауыл. Хабардың ертесі күні таң намазының уақытында жеткен болуы мүмкін. Кешірек келуі қалыпты жағдай. Ибн Аббастың, Алла оған разы болсын, айтуы бойынша, аятта келген әмір арқылы Алла елшісі, саллаллаху ғалейхи уә сәләм, құбыланы Қағбаға ауыстырғанда, мұсылмандар, уа, Алланың елшісі, Бәйтул Мақдиске бағыттала намаз оқып жүріп қайтыс болған бауырларымыздың намазы қалай болмақ? деп сұрады. Осыдан кейін Алла тағала мына аятты түсірді. Бұған дейін саған ақсаны құбыла етіп, кейін оны Қағбаға ауыстырғанымыздың себебі, пайғамбардың соңынан шынымен еретіндермен, қолайына жақпаса, сырт айналып, келген ізімен кері кететіндерді анықтау, һәм сол арқылы шынайы мүміндер мен қара басының қамын күйттеп, ху нәпсіге құл болып жүргендердің ара жігін ажырату еді. Расында бұл сынақ өте ауыр. Алайда ниеті түзу болып, Алла тура жолға салғандар үшін түкте ауыр емес. Алла имандарыңды, яғни имандағы табандылықтарыңды, һәм сол иманның бірден-бір дәлелі болған бұрынғы құбылаға қарап оқыған намаздарыңның ешбірін зая етпейді. Түсіндірме. Құбыланың ауысуына байланысты аят және риуаяттардан ғұламалар бірнеше үкім шығарған, өзгертуге болмайтынын. Үкімдерді өзгертуге рұқсат етілген. Оның үстіне құбыланың ауысқандығына байланысты аяттың айтқан ғалымдар да болған, дегенмен олардың қатары өте аз. Түсуі анық болғандықтан, оны жоққа шығару мүмкін емес. Үкімдерде насық жасауға, бұрынғы үкімнің күшін жоюға рұқсат. Ғұламалардың басым көпшілігінің пікірі осы. Насықты жоққа шығарғандар болғанмен олардың саны өте аз. Құбыланың ауысуы анық дәлел болғандықтан, насықты жоққа шығару өте қиын мәселе. Көпшілік ғұламалардың пікірінше, сүннет Құрандағы үкімдердің күшін жоя алады.
бір хабарды естіген бойда басқаларға жеткізуге, һәм соған амал етуге рұқсат етілген. Себебі құбыланың өзгергендігі жайлы аятты жеткізген кезде, намаз оқып тұрған бір топ жамағат дереу намазда тұрып жүздерін Қағбаға қарай бұрған болатын. Бұл кейін Алла елшісіне жеткізілгенде, неге анық қанығын ажыратып алмадыңдар деген ешбір ескерту жасамаған. Үкім өзгермегенге дейін бұрынғы үкімге жасалған амалдар жарамды болады. Алла елшісінің, саллаллаху ғалейхи уә сәлләм, әрекеттері орнына және шешіміне қарай уәжіп, сүннет және мұстахаб болады. Намаз оқымаған кісіде намазы бар кісіге кейбір нәрселерді үйретуі мүмкін. Намаз оқып тұрып, сырттан келген дыбыстарға құлақ тұруы намазға кедергі болмайды, яғни намазы бұзылмайды. Әбу Сағид, Алла оған разы болсын, жеткізген риуаятта Алла елшісі, саллаллаху ғалейхи уә сәлләм, былай деген: Қиямет күні, Әзірет Нұх, ғалайхис сәлләм, үмбетімен келеді. Алла тағала одан, үмбетінен, дінімді басқаларға жеткіздің бе? Деп сұрайды. Нұх, ғалайхис сәлләм, иә, уа, Раббым деп жауап береді. Алла тағала бұл жолы, Нұх, ғалайхис сәлләм, сендерге дінді жеткізді ме? Деп сұрайды. Жоқ, бізге пайғамбар келмеді дейді олар. Алла тағала Әзірет Нұхқа, ғалайхис сәлләм, қарата, дінді жеткізгеніңе кім куә бола алады? Деп сұрайды. Сонда Нұх, ғалайхис сәлләм, Мұхаммед, саллаллаху ғалайхи уә сәлләм, және оның үмбеті, дейді. Сонда Мұхаммедтің, саллаллаху ғалайхи уә сәлләм, үмбеті, Нұх дінін жеткізді деп куәлік етеді. Осы жағдайға байланысты мына аят келтіріледі. Міне, осылайша сендерді адамдарға ақиқатты көрсетсін, һәм олардың істеріне куә болсын, сондай-ақ Алла елшісі де сендерге дәл солай куә болсын деп, төрт аяғын тең басқан үлгілі де қайырлы сенімі қылдық деген аят келтірілген. Мен әрісінде әсіре сілтеушілікпен селқостықтан ада, ортан үмбет. Тирмизидің риуаятында былай делінген: Нұх қауымы бізге не бір ескертуші, не басқа біреу келген жоқ деп айтты. Түсіндірме. Жоғарыдағы хадис Мұхаммед үмбетінің дінді жеткізушілер жайлы баяндаған аяттың тәпсірі деуге болады. Аят жария етілгенде, жалпы үмбетке берілген бір сый ғана емес, қиямет қайымға байланысты маңызды жағдайлардан да түсініктеме береді. Бұл мәселе есеп беру күнде алдыңғы үмбеттің Алланың құзырында жалған сөйлеген, өздеріне пайғамбар берілген, тәблиғке шақырылғандардың сөздерін теріске шығару болып табылады. Жоғарыдағы хадисте Нұх қауымы айтыла келе, осы шарасыздықтан өздерінің надандығы мен жалған куәлік жағдай негізге алынады. Есеп күнінің қорқынышы алдында құтылуға бір себеп бола алады деген үмітке алданады. Құран кәрімде осы жайтты дәлелдейтін әртүрлі аяттар бар. Бір аятта күндердің күнінде олардың барлығын бір жерге, яғни махшарға, ғарасат майданына жинаймыз, содан кейін Аллаға серік қосқандардан, қане, Аллаға серік әрі тең тұтқан құдайларың қайда? Деп сұраймыз. Сонда олардың, бәлкім құтылып кетерміз деген дәмемен ойлап табатын жалғыз жауабы, Раббымыз Аллаға серт. Біз Аллаға серік қосқандардың қатарында болған емеспіз деу болады. Олардың өз сөздерін өздері өтірікке шығарып, қалай, ұялмай қызармай, өтірік айтқанын көрдің бе? Дүниеде ойдан шығарған құдайлары да, яғни, дүниеде құдайдай көріп, құлдық ұрған нәрселері де, оларды тастап, көзден ғайып болды деп айтылады. Алла анығын өзі білсе де Әзірет Нұхтан үмбетіне тәблиғ жасап жасамандығы жайлы дәлел келтіру үшін де Мұхаммед үмбетінің дәрежесін көтеру мақсатымен сұрақ сұрайды. Бұл хадистің Әбу Муғауиядан жеткен риуаяты осы аятты одан сайын аша түседі. Қиямет қайым күні бір пайғамбар келеді, қасында үмбеті болып, бір ғана адам болады. Басқа пайғамбар келеді, қасында екі кісі еріп келеді, келесі пайғамбар келеді, үмбеті көп болады. Оларға пайғамбар сіздерге тәблиғ жасады ма деп сұралғанда, жоқ, дейді. Пайғамбарға кезек келеді. Сен үмбетіңе тәблиғ жасамадың ба? Пайғамбар, тәблиғ жасадым, деп жауап бергенде қайтадан, куәларың бар ма? Мұхаммед және үмбеті, деп жауап береді. Әзірет Мұхаммедтің, саллаллаху ғалейхи уә сәлләм, үмбеті шақырылып, сұрау сұралады. Қайталап сұрақ қойылады. Мына пайғамбар тәблиғ жасады ма? Иә, жасады. Қайталап сұрақ қойылды. Сендер оны қайдан білесіңдер? Деп сұралғанда мына жауап беріледі.
Пайғамбарымыз, саллаллаху ғалейхи уә сәлләм, бізге осы жайлы хабар берді. Пайғамбарлардың бәрі тәблиғ жасады деп айтты. Біз де оны растадық. Расулалла, саллаллаху ғалейхи уә сәлләм, жалғастыра келе, осы жайтты мына аят растайды. Деп жоғарыдағы аятты оқиды. Мұхаммед үмбеті Нұх, Худ, Салих, Шуғайб сынды пайғамбарларының оларға дінді насихаттап, алайда олардың нәбилеріне жала жапқандығына куәлік етеді. Әзірет Жәбир, оған Алла разы болсын, риуаят еткен хадисте Расулалла, саллаллаху ғалейхи уә сәлләм, үмбетінің қадір қасиетін айқындай түсу мақсатында былай дейді. Уа, үмбетім біліп қойыңдар. Бұрынғы үмбеттердің арасында біздің қатарымызда болуды қаламаған бірде-бір кісі жоқ. Қауымы тарапынан жала жабылып, қиямет қайым күнде қауымына дінін жайып, насихатын аямаған деп біз куәлік келтіретін бірде-бір пайғамбар қалмайды. Уруа ибн Зубайр, Алла оған разы болсын, былай дейді. Әзірет Айшадан мына аят жайлы сұрадым. Сафа мен Маруа Алланың һәм хақ дін исламның қасиетті нышандарының бірі. Кімде-кім қажылық парызын өтеу, немесе умра жасау ниетімен Байтулланы, Қағбаны зиярат етсе, онда парыз тауаптан кейін аталмыш екі төбенің арасында сағи жасаса, күнә қаламайды, керісінше сағи жасауы керек. Аяттан Сафаны және Мәруаны тауап етпегендерге де бір күнә жазылмайды деген мағына шығады екен дегенімде, маған, уа, бауырымның ұлы, айтқандарың құлаққа жағымды естілмейді екен. Аяттың сен түсінгендей мағынада болуы үшін аяттың оларды тауап етпегендерге қандайда бір күнә арқаламайды деп жазылуы керек еді. Алайда аят ансарлар жайында түсірілген. Олар мұсылман болмай тұрып, Мушалалдағы азғын манатқа табынатын, соған иман келтіретін. Манатқа табынғандар Сафа мен Мәруа арасында тауап жасаудан қашатын. Сондықтан Алла тағала, Сафа мен Маруа Алланың һәм хақ дін исламның қасиетті нышандарының бірі деген аятты түсірді. Айша, оған Алла разы болсын, тағы да, Расулалла, саллаллаху ғалейхи уә сәлләм, Сафа және Мәруа арасында тауап жасауды сүннет деп бекітті. Сүннетті тәрк ету құпталмайтын жағдай деді. Зухридің айтуы бойынша, Әбу Бәкір ибн Абдурахманға осы хадисті жеткіздім. Ол маған былай деді, мен бұл хадисті естімеген едім. Кейбір ғалымдардан кеңес сұрағанымда, Әзірет Айшаның манатқа табынатындар деп меңзегендерінен тыс халық түгелімен Сафа мен Мәруаны тауап етеді. Алла тағала Құран кәрімде тауап жайлы баяндап Сафа мен Мәруа жайлы аят түспей тұрғанда, уа, Алланың елшісі, біз Сафа мен Маруаны тауап жасаушы едік. Алайда Алла тағала Қағбаны тауап етуді үкім етті. Сафа мен Мәруа жайлы сөз қозғамады. Сафа мен Мәруаны тауап етуімізге тыйым салынды ма? Деді. Сонда Алла тағала, Сафа мен Маруа Алланың һәм хақ дін исламның қасиетті нышандарының бірі. Кімде-кім қажылық парызын өтеу, немесе умра жасау ниетімен Байтулланы, Қағбаны зиярат етсе, онда парыз тауаптан кейін аталмыш екі төбенің арасында сағи түсірді. Жасаса күнә арқаламайды, керісінше сағи жасауы керек аятын түсірді. Әбу Бәкір ибн Абдурахман, мен жоғарыда аталған аятты екі топ адамдар үшін түсірілгенін ұғынып отырмын. Біріншісі, жахилия дәуірінде Сафа мен Мәруаны тауап етуден қашқақтаған, және екіншісі бұрыннан тауап еткендерден бола тұра, исламнан кейін Алланың Қағбаны тауап ету үкімін беріп, Сафа мен Мәруаны атамағаны себебінен тауаптан бас тартқандар. Сафа мен Мәруаның Құранда тауабы жайлы Қағбаны тауап ету үкімінен кейін баяндалған. Бұхари мен Мүслимнен жеткен риуаятта, мұсылман болмай тұрып ансармен бірге ғассан, манат пұттарына табынушылар осы пұттарды ұлықтайтын, Сафа және Мәруа арасында тауап жасаудан бас тартатын. Бұл әрекет оларға бабаларынан аманатқа қалған әдет ғұрып еді. Манат үшін ихрамға кіретіндер Сафа және Мәруа арасында тауап жасамайтын. Мұсылман болған соң осы жағдай жайлы Алла елшісіне сұралған болатын. Кейіннен Алла тағала Сафа мен Маруа Алланың һәм хақ дін исламның қасиетті нышандарының бірі деген аятын түсірді. Түсіндірме. Жоғарыдағы риуаят Сафа мен Мәруа арасындағы сағи қажылық парызындағы маңызы қандай? Бұл ізденістің артында маңызды тәпсірлер орын алады. Өйткені бұл әртүрлі жорамалдарды қамтитын тартысты мәселе. Сафа мен Мәруа Қағбаның жанында орналасқан екі төбе, қажылық пен умра мерзімінде екеуі арасында сағи жасалады. Мушаллал теңіздің жанында орналасқан төбе, онда Кудайт деген жер бар. Ол Мекке Мәдина арасында суы мол ауыл.
Шағайыр белгі, нышан мағынасын білдіретін сөз, әрі қажылыққа қатысты амалдар мен Аллаға мойынсыну үшін жасалатын әрбір әрекет деп түсіндірген еді. Жоғарыдағы риуаяттан жахилия дәуірінде Сафа мен Мәруа арасында сағи жасамай, манат пұттарын тауап етумен шектелген дегенді түсінуге болады. Мәселені Ибн Хажардың жеткізген риуаяты тереңірек түсіндіреді. Амр ибн Лухай Кудайтке жақын теңіз жағасына манат пұтын орналастырды. Әз және Ғасан қауымдары Қағбаға қажылық жасаған уақыттарында сол пұтты да тауап етіп тағзым жасаушы еді. Қағбаны тауап етіп, Арафаттан шығып Минадағы ғибадаттарын орындап болған соң тікелей манат пұтына барып, тауап жасап, ұлықтайтын. Манатқа табынатындар қайта келіп Сафа мен Мәруа арасында тауап жасамайтын. Риуаятта манатты меншіктеп, рәсімдерін орындаушылар арасында Әус және Хазраж қауымының, яғни ансардың да орын алғандығы белгілі. Осы мәселені айқындайтын тағы бір риуаят бар. Оны да келтіре кеткенді жөн санап отырмыз. Шағбиден жеткізілген сахих риуаят бойынша Сафа төбесіне Исаф атты, Мәруа төбесіне Найла деген бір-бірден пұт бар. Жахилият халқы осы екі пұт арасында сағи жасаушы еді. Ислам келгеннен соң пұттар қирады. Мұсылмандар Сафа мен Мәруа арасындағы осы пұттарды жахилият халқы сағи жасаушы еді деп сылтауратып, екі төбе арасында сағи жасамайтын. Осыдан кейін жоғарыдағы аят түсіріліп, Сафа мен Мәруаның Алланың нышандары екендігін жария етті. Осы пұттар жайлы тағы бір мәлімет төмендегідей, Әхл кітаптың санасында осы екі пұт негізінде екі кісі болатын. Қағбаның ішінде зина жасағандар үшін Алла оларды жазалап, тасқа айналдырған. Басқаларға сабақ болсын деген оймен Сафа және Мәруа төбелеріне қойылған. Арадан көп уақыт өте, халық асыл мақсатты ұмытып, осыларға табына бастады. Осы мәселе жайлы келтірілген риуаяттардың түрлілігін негізге ала отырып, Ибн Хажар ансардың екі қауым екендігіне тоқталады. Сафа және Мәруа арасын жахилия дәуірінде сағи жасағандар және бас тартқандар, ислам келген соң екі қауымда бір-біріне байланысты болды. Жахилият дәуірінде арабтардың да қажылық рәсімдері өтелетін, кейіннен исламды қабылдаған соң мұсылмандар, жахилият дәуірінде жасаған қажылық рәсімдерінің қайсысын тәрк ету қажет екенін сұрастырған болатын. Басты сұралған сұрақ, Сафа және Мәруа арасындағы ансардың біршама адамдары тарапынан жасалмайтын тауап жайлы. Осы сұраққа жауап болып түскен аят Сафа және Мәруаны Алланың нышаны етіп жариялайды. Уруа ибн Зубайр аяттың тереңіне бойламай тек көрінісіндегі мағынасын ұғынып, қажылық пен умра кезінде екі төбені тауап жасау адамның өз еркіне байланысты, қалауы болмаса бас тартуға да болатындығын Әзірет Айшаға жеткізеді. Әзірет Айша мәселенің тереңде жатқандығын, аяттың түсу себебін айқындап, Уруаның жаңылысқан тұсын айтып береді. Фиқшылар Сафа және Мәруаның тауап етілуі үрдісінде кейбір айырмашылықтарды атап өткен. Көпшілік ғұламалар бұл рүкін, онсыз қажылық толық өтелген болып саналмайды деген. Әбу Ханифадан уәжіп жасалмаған жағдайда құрбан шалу керек болады деген риуаят келтірген. Суфиян Сәури, әдейілеп емес, ұмытып жасалмаған жағдайда құрбан кесілу керек деген. Ата осыны құптаса да, сүннет жасалмаған жағдайда еш нәрсе керек емес деп айтқандығы риуаят етілген. Мәселе бойынша басқа көзқарастар болса да, сағи жайлы парыз деп айтқан ғұлама болмаған. Айтылғандарды қорытындылай келе, Сафа Мәруа арасындар сағи үкімі жайлы үш көзқарасты айтуға болады. Рүкін, Ибн Хажар, бұл көпшіліктің ұстанымы дейді. Уәжіп, бұл ханафилердің ұстанымы. Сүннет, Ибн Аббас, Ибн Сирин, Мужахид және Ахмад Ибн Хамбалдың ұстанымы. Мужахидтің Ибн Аббастан риуаят еткен хадисінде, Бәни Исраилде қысас бар еді, бірақ құн төлеу жоқ болатын. Алла тағала Мұхаммед үмбетіне былай деді: «Уа, иман келтіргендер! Кісі өлтіру мәселесінде сендерге қысас, яғни қанға қан ұстанымы парыз етілді. Азат адамға азат адам, құлға құл, және әйелге әйел. Ал кімде-кімге бауыры, яғни өлгеннің мұрагерлері, кешірім берсе, кінәлі жақ, өлген адамның құнын жақындарының көңілінен шығатындай етіп, кешіктірмей әрі толық төлесін». Мұндағы кешірім мақсаты қасақана кісі өлтіру жағдайында құн төлемін қабыл еттіру. Әдеп ғұрыпқа сай әрекет жасау, және кешірген жаққа құнын көңілден шығатындай етіп төлеу болса, жапа шегуші тараптың әдеп ғұрыпқа сай құн сұрауы және кінәлі тараптың осы құнды керекті мөлшерде өтеп беруін көздеген.
Аяттың жалғасындағы, міне, бұл, Раббыларың тарапынан жасалған жеңілдік һәм мейірім деген сөзі сіздерден бұрынғыларға парыз үкімдерінде жасалмаған жеңілдік деген мағынада айтылған, өйткені оларда құн төлеу болмаған. Аяттың соңғы бөлімінде ал енді кім осыдан кейін бұл үкімдерге бағынбай, қасақана қастандық жасайтын болса, ол үшін жан төзгісіз азап бар. Құн төлемін қабыл алғанымен қан төгуден тайсалмағандарға берілетін азап жайлы айтылған. Түсіндірме. Ислам діні кісі өлтіру, жарақат келтіру, бір мүшенің кесілуі, кісінің тікелей өзіне қиянат жасалғанда қысасты негізгі жаза ретінде қарастырған. Бұл Исраил ұрпақтарында да бар болатын. Аят осы үмбетке бір жеңілдік ретінде құн төлеудің де әмір етілгенін айтқан. Қысас, сөздікте теңдік, дәрежеде тең болу мағынасын және бір нәрсенің өтемін теңдей беру дегенді білдіреді. Жақсылық ретінде қылмыс пен жаза арасындағы теңдік негізге алынғанда, жазаның қылмысқа тағайындалғанына қысас деп айтылады. Қысас шариғат бойынша қылмыскерді, адамды қалай өлтірген болса, дәл солай өлтіру, немесе жаралған не кесілген бір дене мүшесіндей мөлшеріне зақым келтіру. Құн төлеу. Қылмыс себебімен зардап шеккен тарапқа немесе оның жақындарына белгілі бір мөлшерде есесін қайтару. Өтелуі қажет болған құн. Аяттың тәпсірінде ғұламалар әр түрлі көзқарас білдірген. Көпшілігі қысасты жазаның нақты болу үшін керек деген шарт деген. Яғни аятта азат адамға азат адам, құлға құл және әйелге әйел қысас әмір етілген. Осы жағдайда көбінесе қысас жасалу үшін екі жақтың теңдігі негізге алынады. Азат адам құлды, әйел еркекті немесе азат адамды, еркек әйелді өлтірсе қысас шарты нақты орындала ма, жоқ па деген сұрақ туады. Сондықтан көпшілік ғалымдар осы сұраққа жазаның толықтай өтелуі, яғни қысас жасалу үшін әр екі тараптың да аятта аталғандай тең болуы шарт деп жауап берген. Куфалықтар, ханафилер, қылмыс жасаған азат адам болса да кул есебімен қысас жасалады, ал мұсылман кісі болса кәпірге зімми болған жағдайда қысас жасайды дей келе дәлел ретінде. Тәуратта оларға мына үкімді жаздық, жанға жан деген аятты келтіреді. Шафиғилер, бұл аят алдыңғы шариғатқа байланысты. Хабар, олардың шариғаты бізге үкім бола алмайды деген, фиқх кітаптарында жан-жақты түсініктеме берілген осы. Аяттан шығатын бір тұжырымда, адамға жасалған қастандық кезінде қысас жасауға болатын жағдайда қысас негізгі үкім болма. Қол, саусақ, құлақтың кесілуі, көздің шығуы секілді жағдайларда. Алайда қатты жарақаттану, сүйек сындыру мәселелерінде болса, тең дәрежеде жаза қолдануға келмейтін жағдайда қысас қолданыла алмайды. Қысастың мақсаты исламның қысас үкіміне кезінде тіл тигізгендерге қарсы шығу. Негізінде, ислам қысас жазасын әділетті орнату үшін әмір еткен болатын. Қорланған жақтың ақысының талап етілуі қажет жағдайда, өмірін сақтап қалу мақсатында қысас әмір етіледі. Қысасты әмір ететін аятта ақыл нелері, қысаста сендер үшін қайыр бар делінген. Бүгінгі таңда халықаралық дәрежеде барынша өрши түскен анархия әрекеттеріне қарсы қысас мәселесін қолдануды ойластырған жөн. Өйткені жасалған зұлымдыққа қарсы берілген жазаның тең болмауы, жазаны барынша жеңілдету мағынасының жоғалуына алып келеді. Бұл жағдай ислам дінінің қатаң жазаларын еске түсіруді, әсіресе қысас мәселесіне мән беруді талап етеді. Адам табиғатын ең жақсы жаратушысы біледі. Олай болса үкімде оның тағайындаған үкімі болма. Жаратылыстың қойған нәтижені бере алмауда. Заңдары адамзаттың табиғатына сай келмегендіктен үміт артқан. Ата Әзірет Ибн Аббастың мына аятты оқығанын естіген екен. Ораза ұстауға шамасы әзер жететіндер, яғни қарттар. Және созылмалы дертке шалдыққан науқастар қаза болған күнге, пидия ретінде бір жарлының, бір күндік 2 мезгіл, тамағын немесе соның құнын ақшалай беруі керек. Ибн Аббас аятты оқыған соң былай деді, бұл аят ораза ұстай алмаған қарт ерлер мен қарт әйелдерге де қатысты айтылған. Олар да әр күнгі ораза үшін бір жарлыны тойдыруы керек. Әбу Дәуідтің бір риуаятында, Ибн Аббас, ораза ұстауға шамасы әзер жететіндер, яғни қарттар және созылмалы дертке шалдыққан науқастар қаза болған әр күнге, пидия ретінде бір жарлының, бір күндік 2 мезгіл, тамағын немесе соның құнын ақшалай беруі керек. 282 аятының мағынасы, олардан біреуі ұстай алмаған оразасының орнына бір жарлыны тойдыратындай пидия бергісі келсе, пидиясын беріп, осылайша оразасын ұстаған болады. Алла тағала былай деген, ал енді кім қайырымдылық жасап, аталмыш мөлшерден асырып берсе, онысы өзі үшін қайырлы әрі жақсы болмақ.
Біле білсеңдер, ораза ұстағандарың өздеріне жақсы. Алла тағала былай деді: араларыңнан кім Рамазан айына аман-есен жетсе, оны ораза ұстап өткізсін. Ал кім осы айда науқас болып немесе сапар шегіп ораза ұстамаса, қаза болған күндерін басқа уақытта ұстасын.